Анам жанымда болғанда, әкем ішкілікке салынбас еді. Мен 10-шы сыныпта оқимын. Өзім әлі кішкентай болсам да, бір басыма жетерлік, бала көңілге қаяу түсерлік, отбасының машақаты шынашақтай ғана маған бар ауыртпалығын салып бағуда. Енді ғана бой жетіп, қыз салтанатын құрар шағымда үйдегі бітпейтін шаруаларымен айналысып, онша сыртқа шыға бермеймін. Құрбыларым мектептегі би кештеріне, түрлі іс-шараларға барып жүргенде, мен тозып кеткен киімдерімді киіп, айна алдында әрі-бері жүріп көремін де, еңсем түсіп, құрбыларыма ермей, түрлі солдаулар айтып, кештен қалып қоя беруім жиіледі. Анам болғанда, мұның бірі де болмас еді ғой деп тағдырыма налып, жылап алатын кездерім де аз емес. Әкем мен анам шаңырақ көтерген соң, бір жылдан соң мен дүниеге келіппін. Мен есімді білгеннен өте ерке болып өстім. Өйткені мен ата-анамның жалғыз перзенті едім. Еркелігім шегіне жетіп, мен орнымды ешкім баспаса екен деп тілейтінмін. Мүмкін сол балалық аңғалдықпен, қызғанышпен айтылған тілек періштенің құлағына шалынды ма екен, кім білсін. Содан кейін анам басқа құрсақ көтермеді. Дүниеге ұл бала келсем, саған іні әрі серік болар еді деп үнемі аузына тастамай айтып отыратын. Қас қылғандай әкем де соңғы жылдары ішкілікке үйір бола бастады. Анам болса оның жанынан шықпай, менің қолымда болса мен саған бір емес 10 бала тауып беруге әзірмін, Құдай бермесе не қыл дейсің, көпірлік қылмай осы жалғыз қызымыздың амандығын тілейікте деп шыр-пыр болатын. Мен бұрын кішкентай кезімде атамды қандай адам екеніне қарамастан жақсы көретін едім. Бір жағынан анамның өліміне сол кісінің де қосқан үлесі бардай көрінеді. Өйткені анама тыныштық бермейтін. Әжемді мен суретінен ғана көргенмін. Жанды бейнесі еміс-еміс есімде қалыпты. Қазір марқұм болып кеткен. Атамның қазымырлығын мен ес біліп, етек жинағалы және анамның жоқтығынан соң байқап отырмын. Анам тірі кезінде оған атам ащы тілінен түйреп алатын. Анамның өңі ақсары болғандықтан атам оны келін немесе балам деп емес, сары мысық деп шақыратын. Тым болмаса атын да атап шақырмайтын еді. Жан-жақтан жүйкесіне түскен ауыр салмақтан миына қан кетіп, әп-сәттің ішінде жүріп кете барды. Анамнан айырылып қалғаныма сенгім келмей, мұздай бетінен қайта-қайта сүйіп, оятпақ боламын. Ол маған жай ғана ұйықтап жатыр. Маржаным келе қойшы шашыңнан иіскейін деп тұра келетіндей болып сезіледі. Амал қанша? Мәйітті жерлеу қажет болған соң, мені анамның бауырлары құшақтап жібермей алып қалды. Мен де анамның қасында қаламын деп қайғылық салғаным есімде. Сол кезде мен небәрі 6-шы сыныпта оқитынмын. Сол кезде есіме алған сайын көзіме мөлдіреп жас келіп қалады. Сонымен бәрін қойшы, нағашы апаларымнан естіп жатырмын. Атам, балама сен сияқты әйел керек емес, басқа ұл бала тауып беретін әйел әперем деп миын жейді екен. Ал әкем болса, көленең жұрттың сөздеріне шыдай алмай арақтың соңына түсіп кетті. Қазір мен оны әке деп айтуға да намыстанамын. Жүзін шимайлап әжім торлаған, жасы 40-қа жетпеген деп ешкім ойламайды. 60-қа келіп қалған шал сияқты. Бет аузы қашан көрсеңде көлкілдеп ісіп, қолдары күл болып бұртиып тұрады. Жанына жолай кетсең, арақтың есі мың қоя береді. Кейде ол мені бауырына басып, басымнан сипағысы келеді, бірақ мен оған жоламаймын, жиіркенемін. Кейде әкем ішпегенде, атам анамды ауыр сөздермен мұжи бермегенде, анашым әлі де арамызда жүрер ме деп қиялға берілемін. Бірақ ол орындалмас арман ғой. Әкем қайтадан үйленген жоқ. Себебі белгілі ғой, маскүнемге кім тұрмысқа шыққысы келеді дейсіз. Ертең мектеп бітірген соң күнім не болары белгісіз. Ақысыз оқу бөліміне түскеннің өзінде жатар орын мен тамағыма қаржыны кім тауып береді? Арқа сүйетін әкемнің түрі анау, бауырларым да жоқ. Әйтпесе мектепте сабақты жақсы оқимын. Ажарымда ешкімнен кем емес. Тек қана қынжылтатыны тұрмыс тауқыметі. Әкесіз жетім, жарым жетім, анасыз жетім, анық жетім демей ме қазақ? Мен анам өмірден қайтқалы бері панасыз, қорғансыз, шын жетімнің күйін кешіп жатырмын. Маған жаны ашып нағашыларым алып кетпек болғанда, мен бармай қойғанмын. Мен кетсем әкем құсадан немесе
арақтан уланып өлеме деп қорықтым. Және өздері әрең күндерін көріп отырған нағашыларыма ауыртпалық салғым келмеді. Көршілеріміз өте жақсы адамдар. Кезінде анамның жақсылығын көп көргендіктерін айтып, қолынан келгенше көмектерін аямайды. Сол жайсаң жандардың арқасында қазірше өмірден түңілмей жүрмін. Болашағым жарқын, бақытты болатыныма сенімімді жоғалтқан емеспін. Әлі бұл қиын күндер артта қалып, алдымнан күлімдеп күн шуағын шашатындығынан ешқашан үмітімді үзбеймін. Жан анашым көре алмай, сезе алмай кеткен бақытты табуға бар күш-жігерімді саламын. Мені қолдап, желеп-жебеп жүреді деп ойлаймын.